Қайырлы таң! Бүгін мен сіздерге муравейник десертін қалай дайындалатынын көрсетемін. Осы рецептімен жасап жүргеніме 10 жылдай болды. Жұмсақ, дәмді болып шығады. Бізге ең алдымен маргаринді ертіп, суытып алып, құрғақ ыдысқа құямыз. Жұмыртқамызды саламыз. 2 штук. Шекерімізді саламыз. Вилкамен әбден араластырып аламыз, шекері езілгенше. Ұнымызға қамырға арналған қосқышты қосып араластырамыз. Жұмсақ қамыр болғанша. Қамырды 4-ке бөліп, салафанға салып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өткен соң мұздатқыштағы қатып тұрған қамырды алып, терканың үлкен бөлігінен өткіземіз. Қамырымызды духовкаге 30 минут 180 градусқа қызартып пісіріп аламыз. Мына осылай пісіп шығады. Оны енді қолмен әбден езіп аламыз. Ішіне қайнатылған сгущенка, вареный сгущенка құйып, әбден араластырамыз. Тарелкаға немесе мен сияқты осындай кішкентай ыдыстың ішіне салып, видеодағыдай жасап шығамыз. Үстіне әдемілеп шоколад немесе ерітілген шоколад жау. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып алған жақсы. Міне біздің дәмді әдемі муравейник десерті дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Менің рецептіммен жасасаңыз, қалай шыққанын комментарияға жаза кетіңіз.